Ассалаумағалейкумдер. Калиткеге парольмен или кілтпен мындай брелоктармен ашылатын замокқа арналған мындай панель бар. Соған настройка істеу. Мына куб цвет имитация жасап тұрып, замоктың орнына свет жалғап, плюске жалғап қойдық, мынаны кубке жалғап қойдық. Мынаның қасындағы проводты фиолетовыйды минусқа жалғап қойдық. А постоянный магнитный болса, мына коричневыйды осы неге минусқа жалғайсыз. Мында кнопка выхода дейді. Міне мынау кнопка выходасы, мынау сары цвет. И мыналар. Енді мында қазір мен уже кілтке запись жасап қойдым мынаның өзіне. Міне ашамыз. Көрдіңіз, замок ашылды. Мынандай кілттерге де болады. Мынамен де ашыла береді. Мында бәрі көрсетілген. Мына жерде паролін өзгертіп салуға болады деген. Заводской пароль мынадай болады, өзіңіз өзгертіп тастайсыз. Сосын мына жерде картаны добавить ету дейді. Мына жерде жазылып тұр. Пароль тересіз и бірді басасыз, решетка картаны жазарда. Сосын мына жерде өшіріп салуы и мына жерде міне пин код дейді. Код арқылы жазасыз. Тоже мына жерде бірінші мынау код тересіз ғой. Оны өзгертіп салуға болады, мына жақтағыдай. И сосын мына жерде соны тересіз де, міне 22 ма, 22-ні басасыз. Сосын пин код өзіңізге ұнаған санды жазасыз да решеткасын басасыз. Мында примерно жазып қойдым. Мына 4 цифрға 2, 3, 4. Көрдіңіз бе? Решетканы басасыз, ашылады. И картамен де ашыла береді уже.